Сәлем интернет, менің есімім Тимур, қош келдіңіздер менің каналыма. Бұл үшінші шығарылым болып саналады. Ең алдымен достар, сіздерге өзімнің үлкен рахметімді айтқым келеді. Мұның алдындағы видеоларымыз 50 мыңнан астам қаралым жиналды. Жазған комментарияларыңызға, басқан лайктарыңызға өз алғысымды білдірем. Біз өзіміздің жағымыздан сапалы да және пайдалы видеолар түсіруге ары қарай әрекет жасайтын боламыз. Достар, осы видеолар сіздерге ұнап жатса, лайк басыңыздар, әрине осы каналға жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Осы видеоны аяғына дейін көрсеңіздер, сіздерге тағы да бір қосымша бір жақсы товарды сіздерге айтып өтетін болам осы видеоның аяғында. Ал бүгінгі видеода сіздер қалай наушник және китайский AirPods сатып ақша табу жайлы білетін боласыздар. Қысқаша айтып беріп өтіп кетейін достар. Бұл бизнес туралы мен аяқ асты өзім ойламаған жерден біліп қалдым достар. Бір күн өзіме сондай наушник сатып алып жатқан кезде бір күн қарасам жаңағы бір оптовик сол мен алып жатқан жерден алып жатқанын көріп қалдым. Мен 5000-нан алып жатқан наушникті ол 2500-ден сатып алып жатқанын көргеннен кейін менің өзімде де ой туындады. Осы жақсы бизнес сияқты деп ойладым да, соны сатып көруге әрекет жасап көрдім. Бұл нәрсе осы бір ай бұрын жаңа жылдың алдында болып жатқан әңгіме. Сол бизнесті сосын мен өзім тестировать еткім келді. Жаңа жылдың алдында жай әшейін OLX-қа ешқандай рекламасыз жай объявление қоя салдым. Бір аптаның ішінде жаңа жылдың алдында 3 наушник сатылып кетті. Біреу 5000, біреу 7000, біреу сондай 7,5 ба, сондай 3 бағада сатылды. Маған ұнады осы бизнес. Содан кейін сіздермен бөліскім келіп отыр осы нәрсемен. Сосын сатқаннан кейін бұл нәрсені тестировать етіп көрдім. Өте жақсы өтті деп ойлаймын. Неге десеңіз, не үшін бұл товар қазіргі уақытта жақсы өтіп жатыр? Себебі жұрттың бәрі қазір беспроводный наушникке үйреніп жатыр. Оның ішінде AirPods, iPhone-ның оригинал AirPods наушниктері өте қымбат екенін бәрілеріңіз білесіздер. Ал жұрттар есе сол AirPods сияқты арзандау вариантты іздегісі келеді. Ол үшін бізге мына қытайлар сол нәрсені ойлап тауыпты. Сосын біздің Қазақстанның базарына алып келді. Сосын оны жұрттар алуды бастады. Жақсы хайпқа ие товар болып тұрды. Қазірде мысалы айналысуға болатын товар деп ойлаймын. Жұрттар сатып алып жатыр. Жаңа жылдың алдында сатқаннан кейін, жаңа жыл өткеннен кейін тағы да бір осы нәрсені істеп көрейін дедім да, тағы 3 объявление қойдым. 3 объявлениеден бір аптаның ішінде 3 звонок келді. Звонок болғанда WhatsApp-тан жазды маған. Сол үшеуінің біреу ғана сатып алды. Оны осы видеода көретін болсаңыздар, видеосын қойып көрсетеміз. Біреу сатып алғаннан кейін қалған екеуі тағы да ойланып жүр. Мүмкін алады, мүмкін алмайды. Сондықтан сол нәрсені сіздерде істеп көрсеңіздер болады. Ал енді достар, осы бизнесті қалай бастауға болатынын сіздерге қысқаша айтып беріп өтейін. Мен өзім істеген кезде жай ғана тест ретінде бастадым ол нәрсені. Жаңағы жай OLX-қа, OLX-тің рекламасы емес, ойлап қалмаңыздар. Жай OLX-қа қойдым да, сіздер OLX-қа маркетке қойсаңыздар болады. Мен топқа шығарған жоқпын, ешқандай ақшалы реклама алған жоқпын. Ол әдейі істелінген нәрсе, өйткені мен бұл нәрсені әдейі істедім, осы рекламасыз ақ сатуға болатынын өзіме дәлелдеу үшін, және сіздерге де соны көрсетіп беру үшін. Ал ары қарай сіздерден мысалы осы нәрсемен шынымен дұрыстап айналысатын болсаңыздар, топқа шығарып және OLX-тан басқа жаңағы Instagram парақшаларын ашып, дұрыстап істейтін болсаңыздар, жақсы кететін зат деп ойлаймын. Ал айтатын болсақ, ары қарай қалай істеуге болады? Әрбір қалада, бүкіл Қазақстанда мен көріп жатқандар бар, әрбір қалада мысал өзінің оптом сататын жерлері болады. Оны интернеттен табуға болады, немесе мен сияқты базарларды аралап жүрсеңіздер, оны іздеп табуға болады. Базарларда және сол жаңағы айтып өткен интернеттен қарауларыңызға болады. Қалай сөйлесу керек? Көп жерлерде, базарларда және оптом сататын интернет магазиндерде ең аз дегенде 5-10 сатып алу керек болады. Жаңа жылдың алдында алған кезде маған жаңа сатушы, мен сөйлесіп, жақсы сөйлесіп қалғаннан кейін маған 3-ін сатуға келісім берді. Мен сол 3-ін сатып алдым оптом бағада. Сіздер де сөйтіп келісуіңізге болады. 5-ін алсаңыздан мысалы сатып тастайсыздар деп ойлаймын, өйткені сұраныс бар бұл товарға. Қалай сөйлесу керектігін айтатын болсақ, жай ғана кіресіздерді сөйлесесіздер, мен осындай оптом айналыспақшымын, осы затпен қаншадан бересіздер.
ол өздері айтады, мысалы 5-тен жоғары болу керек, 10-нан жоғары алу керек, бағасы осындай болады деп. Шамамен осы наушниктердің бағасы мен i9 және i11 модельдерін саттым. i11 деген бағалары почти бірдей, бірақ i11-ден пайдасы жақсырақ, өйткені ол сенсорный болып саналады, кішкене жаңағы размерлерде оригинал AirPods-қа келеді. Сол үшін ол көбірек сұранысқа ие болады. Ал мінекей достар, қазір базарға келдім. Осы базардан қазір наушникті сатып алу керек болады. Екеуін алам. Қазір рұқсат берсе түсірем ғой видеоға. Ауа райы тамаша болып тұр. Күн жылы -5 Астанада. Так. i11 керек еді. i11 керек еді мағанша. Вообще жоқ па не? До Нового года бәрін сатса, одан даже лучше. Қымбат келетін бұл 2600-ден келетін, қазір 2100-ден келіп отыр. i11 да? i11. Бұл i11-тен жақсы, е, качествосы? Ну, вот i12 қанша 7000-ден сатып па, i11-ті? 7000-ден сатып отырмын, 8000 деп сатып болады. Да. Бұндайдан бар ма тағы да? Жоқ, біреу ғана. Оның бәрі аптаның аяғында келеді. Осы аптаның аяғында, е? Қымбаттары қалды, 4950-ден бар. Ол қайсысы? Ол деген i100. 10 мыңнан сатуға болады, 11 мың сатуға болады. 950. Мынау бірақ анадан жақсы, бағасы арзанда 2100-ден, де? Бұлар вообще дороже келетін 2600-ден, осы жолы арзан келді 2100. Алдында 2600 болады. Анау i11-тар қашан келеді? Қаншадан келеді енді примерно? Білмеймін, келетін смотря келген бір айтып бағасын. Ол AirPods-тар 100 теңге, 200 теңге бағалары нетіп отырады. Ойнап отырады, е? Жарайды, осыны алайын онда. Мінекей достар, i11 жоқ екен, мен сатып алам деген i12 сатып алдық. Бұның сапасы i11-ден жақсы деп айтты. Сондықтан клиенттің алдында ұялмаймыз деген үміттеміз. Мен екеу алам деген, негізі екеу қалмапты, жаңа жылдың алдында бәрін сатып тастадық дейді. Сондықтан жаңа жылдың алдында жақсы сауда болған сияқты. Жаңа менің алдымда бір әйел тойға заттар алып отыр, анау микрофон, караоке микрофонда бар ғой, сондай заттар. Жаңа портативный колонка. Молодец. Сіздерде той жасап конкурстарға керек болатын болса, осындай оптым жерлерге келіп сатып алуларыңызға болады. Жақсы идея екен, білетін боламыз алдында. Кіріп сөйлескеннен кейін сол алып сатуды бастайсыздар. Әрине ары қарай қарастырасыздар өздеріңіз. Инстаграмда жүргізесіздер, маркет, OLX, жаңағы әртүрлі доскаларға реклама беріп істесеңіздер жақсы болады деп ойлаймын. Мінекей достар, бәйтерек жаққа келіп жеттік. Қазір жаңағы сатып алушыға AirPods-ты сатуымыз керек болады. Саудаға сәттілік. Сатып алушы трубкасын ала бермегеннен кейін өзім кафенің ішіне кіріп, жаңа осы жердегі официант жігіттерден сол жаңа атын білем ғой, атымен шақыртырып күтіп отырмын қазір. Қазір келіп өзі айтты да жұмыстар көбейіп кетті. Қазір час пик уақыт екен, тамақ көп заказ беретін уақыт. Сағат 8 ғой, енді бәрі тамақтанатын уақыт. Қазір 5 минут күтіп тұр, қазір келем деді ғой. Күтіп отырмыз. Ал мінекей достар, сделкам сәтті аяқталды. Саттым. 10 мың теңге. 10 мың теңге емес, ойлап қалмаңыздар, 7 мың теңгеге саттым, 3 мың теңге зачисын бердім. Бәрі сәтті аяқталды. Сатып алушыға товар ұнады. Тексеріп, естіп көрді, бәрі жақсы. Оның алдында оған со қымбат бағада басқа бір жақсы емес, сапасы жақсы емес бір зат сатпақшы болған екен наушниктерді. Бірақ біздің наушник оған ұнады. Қуаныштымыз. Керемет. Доставка мәселесі бойынша, достар, доставканы жасайтын болсаңыздар, тегін жасап бергендеріңізде болады, немесе сол жаңағы өзіңіздің жолыңызға кететін ақшаны санап, үстіне қойып сатуларыңызға да болады. Ары қарай өздеріңіз қарап көресіздер, қалай сіздерге ыңғайлы, солай істей беріңіздер. Ең бастысы пайдада қалуды ұмытпаңыздар. Келесі әңгіме, достар, ең бастысы бағаны қатты түсірмеңіздер. Өйткені бағаны түсіргенмен бәрібір ештеңе өзгермейді. Жай ғана бағаның түскенді қалады. Сол 7 мың, 8 мыңнан да жаңағы i11-лерді жақсы сатып алып жатыр. i9-ларды 5 мың, 6 мыңнан сатуларыңызға болады. Бағаны түсіретін болсаңыздар, басқа сондай заттарды сататын адамдардың жаңағы табысын
қысқартатын боласыздар. Ол сіздерге де керек емес, оларға да керек емес. Әрине бағаны ұстаңыздар. Сол OLX-та жаңағы қарасаңыздар, орташа бағасын байқасаңыздар болады. Не зат сататын болсаңыздар да, бағаны түсірмей сатсаңыздар да, өтетін зат бәрібір өте береді. Сондықтан сіздерге кеңесім осы, бағаны түсірмеңіздер. Сосын сөйлесетін болғаннан кейін, жаңағы оптым складқа баратын болғаннан кейін, барып сөйлескенде сразу сол жерде ғана сөйлесіп алыңыздар. Егер бірақ және дұрыс емес істейтін зат болатын болса, қайтып алып келемін деп келісіп, жаңағы ескертіп қойсаңыздар, өздеріңізге де жақсы, жаңағы ақшаға күйінбейсіздер. Көбісі, мысалы, соны сататын заттар өзімнің келісімін береді, өйткені өздерінің заттары, оларда қайтып Қытайға жібере ме, білмеймін, басқа өздерінің поставщиктеріне жібере ме, әйтеуір амалдайды. Тағы бір кішігірім кеңесім сіздерге, достар, осы нәрсені істейтін болсаңыздар, Қытайға заказ берем, Алиэкспресстен оптым заказ алам деп бастап атқан кезде ол нәрсенің қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені осы Қазақстанның өзінде оптым сататын адамдар үстіне көп қоймайды. Жаңағы Қытайдан алып келген бағасына мен сөйлестім, көп емес, ол 500 теңге, ары кетсе бір 700-800 теңге қойып сатады екен. Сіздерге мысалы үшін оны оптым алып келіп, мысалы бұл жерде көп пайда көресіздер деп ойлаймын. Сондықтан осы Қазақстанның ішінен ақ сатып алып бастауларыңызға болады. Сосын жайлап осы теманы дамытып, ары қарай уже Қытаймен жұмыс істеуге болады, немесе осы жерден оптым алып, басқа товарлар қосып, ассортимент ашып, жаңағы магазин ашып, ары қарай істей бересіздер. Оның варианттары көп. Алдымен бастап алу керек болып тұр. Ал енді достар, бүгінгі күннің ең басты сұрағына жауап берейік. Осы наушникті сатып қанша пайда таптым? Ал наушникті 2100-ге сатып алдым, 7000 теңгеге саттым. Сонда пайдасы 4900 теңге болды. Жол ақысына 1000 теңгені алып тастаймыз. Сонда маған таза пайда бүгіндікке 3900 теңге қалып отыр. Осындай әңгімелер. Достар, видеоны аяғына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Осы каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және комменттеріңізді қалдырыңыздар. Сұрақтар болатын болса, мен комментарияларды бәрін оқуға тырысамын. Пока ондай көп комментариялар жоқ, сондықтан жаза беріңіздер. Ал видеоның басында айтып өткен жақсы бір товар, ол қазір шығып жатқан, білетін боларсыздар көбіңіздер, магнитный зарядка деген зат шығып жатыр. Осы товарда мен жаңағы тестировать етіп көрдім, жақсы, өзінің сұранысына ие. AirPods сияқты қатты кетпесе де жаңағы қосымша товар ретінде қойып қойларыңызға болады. Оның да бағасы шамамен сол 700-800 теңге, 1500-2000-ға дейін сатуға болатын зат. Достар, егер де осы видео сіздерге ұнаған болса, подписаться етіп қойыңыздар, келесі видеоларды өткізіп қалмау үшін, және лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер.